19 жалпы Жәнібек ханның баласы Қасым хан, яғни хан қазіргі уақытта сол Қасым хан жақсы өзін көрсетеді, бірақ ол уақытта ол хан ретінде саналмайды. Себебі одан бұрын бұрындық хан, қандайдан бұрындық хан сол уақытта хан ретінде саналады. 1510 және 1511 жылдар аралығында Қасым хан Шайбани ханмен дашынан соғыс болады. Екеуінің арасында Шайбани хан 1509 жылы кімнің Қасым ханның Ұлытаудағы базасына, ордасына шабуыл жасап тонайды. Бұған қатты ашуланған Қасым хан әскер жинап өзбектерді талқандайды. Және 1513 жылы Шайбани хан қайтыс болғандықтан, Мауреннахр әсіресе ол Қасым ханға Сырдария бойындағы қалаларды қайтаруға мүмкіндік береді. Және 1511 жылы Шайбани ханды ұтқандықтан ол ұлттық соғыста. Сол себепті ол ақ киізді көтеріп, қазақ ханы ретінде Қасым ханды сайлайды. Және дискриптор бойынша айрықша мәнді мәлімет айтылатын болса, бұл Қасым ханның негізінен Қасым хан кезінде қазақ хандығының билігі күшейе түсті десек те болады. Және сол кездерде сол күшеюдің арқасында шайбанилерге өзінің қол астындағы тайпалардың біреуіне кетуге мәжбүр етеді, және ол дешті қыпшақтар болады. Және солар тайпадан кетіп Белбарыс пен Безбарыс өзінің Хорезмді басып алып, сол жақта өзінің Хиуа хандығын құрады. Және сол кезде орта ғасырда Азияда шайбанилердің билік етуі бойынша екі Хиуа хандығы құрылады. Және де сол кезде Қасым ханның билік ету кезінде билік нығая түседі, және Қасым хан өзінің билігіне тәртіптілігі мен тұрақтылығын қолға алып, өзінің билігін нығайтады. Және олар Хорезмді, бағанағы шайбанилер өзінің Хорезмнің 18 ғасырдың ортасына дейін билік етіп басқарады. Жақсы, балалар, сіздерге бір сұрақ қояйын, иә? Сонымен Эхапа стратегиясы бойынша есте қалатын қандай оқиғалар болды? Дұрыс, бірінші Хиуа хандығының құрылуы және Қасым ханның хан болып, Шайбанидің жеңуі. Дұрыс, отыра қойыңдар. Яғни Шайбани негізі себептерден жеңілген болатын, Қасым ханның бұрындық ұлы хан болса да, яғни сол уақытта ұлы хандыққа тағайындалды, жарияланды. Қорытындылай келе, осы Қасым хан, яғни дүниеден өткеннен кейін, осы қазақ хандығына алауыздық басталады. Және де осы қазақ хандығының құдіреті құрып, қазақтардың қолында тек жетісумен қырғыздар қалады. Яғни осы 1537 жылы Моғолия ханы Бұхара билігімен бірлесіп, қазақ-қырғыз әскерлерін қазақ-қырғыз әскерлерін біртіндеп жеңіп, оларды жеңіліске ұшыратады. Дұрыс. Аласапыран кезеңіне келіп тоқтадыңыздар, иә? Қасым хан кездескен жер аумағы. Иә, жақсы. Отыра қойыңыздар. Суыт. 3-ші топ. Аласапыран дәуірінен кейінгі қазақ хандығының, яғни қайта өрлеу кезеңіне суыт талдау жасайсыздар. Бірінші бізде не жасау керек? қазақ хандығының қайта өрлеу кезінде қандай да бір оқиғаны мықты жағы. Иә, мықты жағы. Бізде бұрындық ханның қазақ жерінің шекарасы жайық өзеніне жеткізіп, жетісу қазақтардың басын қосып, өз билігін нығайтады. Яғни бізде бұрындық ханның қазақтардың басын қосу үшін көптеген күш-жігер жұмсайды. Ол қазақ хандығының құрылуының екінші кезеңінде, яғни 1469-1478 жылдары өзінің көп үлесін қосады. Ал 1495 жылдары ол орталық Қазақстанға өз билігін жүргізеді. Одан кейін бізде осы бұрындық хан Моғолстанның ыдырауымен жетісу қазақтарының біздің қазақтардың жерін мойындауы, ол қазақ тайпаларының басын қосуына келді. Екінші бізде қандай да бір оқиғаны әлсіз тұстарын тауып жазуымыз керек. Біз Аласапыран оқиғасын алып, Қасым ханның қайтыс болғаннан кейін қазақ хандығы өзінің әлсіздігін көрсете бастады. Жалпы біз өзіміздің жерлерімізді жоғалта бастадық. Және де ол жерде Моғолия және де Бұхара билеушісі бізде қалған жетісудегі қазақ және де қырғыз әскерін толықтай жойып кетеді.
әлсіз жағы аласапыраның орын алды, иә. Келесі видео бар, өтіндегі сұрақ, қандай да бір оқиғаның мүмкіндіктерінің оң әсерін тауып дәлелдеп жазады. Біз бұл оқиғаға Тәуекел ханның таққа келуін айттық. Тәуекел хан, біле білсеңіздер, таққа келгеннен кейін Сырдария бойындағы Ташкент, Ферғана, сол үш Түркістан. сол қалаларды басып алған еді. Бірақ та сол қалаларды басқаннан кейін олар Бұхараға аттанды, Бұхараны басып аламыз деп. Бірақ та Бұхараға бір шабуылдан кейін Тәуекел хан бізде беріліп Бұхараны жауламаған еді. Сол Бұхараны жаулап алмағаннан кейін қазақ хандығының жері өте қысқарды дейді. Себебі ноғайлар олардың қазақтардың жерінің жартысын жаулап алды. Сол кездерде қазақ хандығының жері азайды. Егер де сол кезде Тәуекел хан бір шабуылдан кейін бұхаралықтарға тағы да шабуыл жасап оларды жаулап алғанда, мүмкін ноғайлар біздің қазақтың жерін алып қоймас еді сол кезде. Осындай болмас еді. Ноғайлар ма, шайбандықтар ма? Ноғайлар. Жоқ, бұхаралықтар. Яғни ол шайбандықтар ғой? Оған дәлел ретінде Мұхаммед Хайдари Дулатидің тарихи Рашиди жазбасындағы осыдан кейін қазақтар Мамбет деген жазбасын дәлел келтіруге болады. Иә, өте жақсы қосасыздар ма? Өте жақсы. Біз осы біздің тобымызда суат арқылы жасалғанда менің бірінші нем осы бұрындық ханның қазақ жерінің шекарасын алу ой. Бір проблематика келеді. Бұл өте жаман нәрсе және де бұл оң емес, бізде кері нәрсе болып қалыпты. Негізінде біз өте бай халықпыз, өте керемет халықтардың бірі болып келеміз. Жарайсыз, сабақтастырып жатыр, иә? Екі автордың айтқан сөздерін сабақтастырып байланыстырып жатыр. Енді төртінші топ жылдам айтайық. Төртінші топ тағы да бір тапсырмамыз бар. Смартфондарыңыз бар. Ал соңғы топты тыңдайық балалар. Әр оқушының ойы құнды, барлығы сөйлеседі. Қазақ хандығының бір орталыққа бағынған мемлекетке айналдыру болды. Қазақ хандығын көркейту болған мақсаты. Және де оған бүткіл үлес қосылған. Ал Тұрсын ханды айтып кетсек, ол өзінің тәуелсіз хан ретінде көрсеткісі келген олардың басты мақсаты осындай болды. Енді сіздер көтерілген мәселені анықтаймыз. Ең бірінші Тұрсын ханға келетін болса, бұл Тұрсын хан сол жердегі ақшаларды, яғни ақшасын соғып, негізгі салықтарды өз пайдасына ала бастады. Және де жеңіліске ұшырайды. Сол Есім хан Түркістанды өз қарамағына алады. Яғни қайттан қазақ хандығы біріктіреді, иә? Болды ма қыздар? Жоқ, соңғы бізде осы хандық жолында Тұрсын хан елге тиген пайдасын өзіне алып қолданады. Осыған біз әрине қарсылықтар келтірдік. Көзқарастары. Бұл ісінен кейін халық көптеген зардап шекті. Және де бұл істі Ұлы хан тұра, иә? Басқа кіші ханның билікке ұмтылуы дұрыс емес, иә? Жақсы. Есім хан Түркістан мен Ташкент басқару құқығын иеленген. Ол 1598-1628 жылдар аралығында қазақ хандығын билік еткен хан болған. Жақсы, отыра қойыңыздар. Балалар, смартфондарын шығара қойыңыздар. Балалар, смартфондарын шығара қойыңыздар. Қақыл деп жаза беріңіздер. Қақыл ше? Балалар, бұл бастай берейік, иә? Ақа, келесі албасал келді. Ал бірінші сұрақ. Қатаған қырғыны қай хандардың арасында болды? Қызыл жауап Керей мен Жәнібек, сары жауап Жәңгір хан мен Есім хан, көк жауап Тәуекел хан мен Тәуке хан, жасыл жауап Тұрсын хан мен Есім хан. Дұрыс жауап жіберіңіз.
Тұрсынхан, Есімхан, дұрыс. Жоқ, жазбаймыз. Қазір мен айтамын, кім бағалар? Осы тапсырмада кім бағаларын айтамын. Есімханның ескі жолы, Зандар жинағының авторы. Қызыл жауап Қасым, сары жауап Керей, көк жауап Есім, жасыл жауап Тәуке. Есімханның ескі жолы. 15-ші ғасырда Әбілқайыр хандығы өмір сүрген аумақ. Қызыл жауап орталық Азия, сары жауап шығыс дешті Қыпшақ, көк жауап кіші Азия, жасыл жауап таяу шығыс. Белгілейміз. Дұрыс жауабы шығыс дешті Қыпшақ. Келесі сұрақ. Қай ханның тұсында қазақ халқының саны 1 миллионға жетті? Оны бәрі білуге қажетті, иә? Қызыл жауап Тәуке, сары жауап Тыныштық, сары жауап Есім, көк жауап Қасым, жасыл жауап Керей. Ертедік па? 6-шы сұрақ. 1613 жылы Имамкули ханның атсалысуымен Ташкент билеушісі болып жарияланды. Қызыл жауап Қасым, сары жауап Тұрсын, көк жауап Тәуке, жасыл жауап Есімхан. Бұл кім еді? Бұл Тұрсынхан, дұрыс. Тексеріп кетіп жатырмыз балалар. Және соңғы сұрақ. Есім ханның тұсында қазақ хандығының астанасы болды. Қызыл жауап Түркістан, сары жауап Сарайшық, көк жауап Сығанақ, жасыл жауап Ташкент. Белгілейміз. Дұрыс жауап Түркістан. Дұрыс айтасыздар. Ал енді балалар нәтижесі 3-ші орынға көтеріледі Ақнұр. Қайда Ақнұр келді. 2-ші орынға көтеріледі Аян. Тамаша. Және 1-ші орында Ера. Так, 3-ші орын алған Ақнұрды марапаттаймыз. 2-ші орын алған Аянсын, иә? Аха. Және 1-ші орын алған Ерасылма. Аға, отырыңыздаршы. Бұл болған тапсырма балалар. Бүгінгі сабақты бекітуге арналған. Байқап отырсаңыздар, ОБТ-да жиі кездесетін сұрақтарды таңдап, бүгінгі тақырыпқа лайықтыларын алып жасаған болғандығы. Енді бағалау парақтарыңыздың 3-ші бөлімі бар емес па, я? Аха, сол жерде бір балды қосады, жаңағы 3 орынды иеленген оқушылар. Иә. Топтық жұмыс бойынша дискриптивмен жұмыс жасадыңыздар ғой? Иә? Әрбір іс-әрекет 2 балл. Егер де 2 жаңағы ой қоссаңыз, 4 балл қойыңыз. 3 ой қоссаңыз 6 қойыңыздар. Түсінікті ма? Орын алғандар ғана. 1 балл өздеріне. Ал үй тапсырмасы 36-шы параграф бойынша оқып, қазақ хандарының хронологиялық кестесін жасаймыз. Білеміз ба? Аха, білеміз, я, хронологиясы не екенін. Және де балалар ең соңғы кері байланыс 3Қ әдісі бүгінгі сабақ бойынша 3 қызықты, 3 қиын және де өздеріңізде 3 құнды болған дүниені жазып берсеңіздер. Қарап берді ме, я соған қылысты. Осымен балалар сабағымыз